жуас енені жүндей түтіп отыр. Әңгімені соңына дейін тыңдап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көбінесе ене мен келін айдарында келіннің енесін жамандап, енесінің келініне көңілі толмай жазған хаттарға куә боламыз. Мақтаулы енелер мен келіндердің қатары санаулы ғана ма деп ойланып қаламын. Мен бір үйдің босағасын адал аттап, келін болып жүргеніме аттай 14 жыл болыпты. Осы уақыт ішінде талай-талай қызықтар мен шыжықтарды бастан өткіздік. Алғашқы келін болып түскен жылдары енемді жақсы адам, ал атамның мінезі қисық қыңырлау кісі деп ойлаушы едім. Өйткені атам келіннің тірлігіне араласып, болмайтын нәрсеге килігіп жүретін. Ал мен енемнің қақ соқпен жұмысы жоқ, тек қана киімім бүтін болса, ұйқым қанса деп жүретін жан. Маған бұл алғашқыда қатты ұнайтын. Ене туралы жырды қыз болып бой түзей бастаған шақтан бастап естіп келе жатқан соң ба, ене деген менің ата жауым болатындай көрінетін. Мен ойлағаннан мүлде басқа адамға келін болған соң, мен де жайбасарлыққа салына бастадым. Атамның сөзін құлағыма да қыстырмайтынмын. Ал енемнің жуастығы соншалықты маған әй деуді білмейтін. Менің еркелігім еркелік пе? Менен кейінгі қайным үйленген кезде бұрынғы еркеліктің қайда қалғанын түсінбей қалдым. Дереу бойымды жинап алдым. Өйткені келген келін атамды да енемді де сыйламай, қарт кісілердің мойнына мініп алып, өз дегенмен жүріп тұрды. Мен сол кезде ғана ойлана бастадым. Ертеңгі күні осы кісілердің басындағы жағдай өз басында қайталанбасына кім кепіл? Обалақ екен деп өткен күндердегі істегенім үшін ұялдым. Мен бұл кезде мамандығым бойынша жұмысқа тұрып қызмет етіп жүргенмін. Ал келін босанып, соның күтімімен үйде қалған. 40 күнге дейін орнынан тұрғызбай күттік. Енемнің жұмысы жоқ. Мен жұмыстан келгеннен соң кішкентай нәрестені шомылдырып, сылап сипау, жауырыны жабысып қалса майлау, уқалау сияқты күтімдерін жасаймын. Егер мен кешігетіндей болсам, өзің осылай жасай бер деп қанша үйретіп кетсем де, бала тууды білген адам оның күтіміне келгенде әжептәуір қиналатын. Атам тамағын істеп, қайным кірлерін жуып дегендей тірліктерін істеп қояды. Мен жұмыстан шаршап келсем де, үй алғанымнан үйді тазалап, ыдыстарды жуамын. Одан басқа да өзімнің бала-шағамның кірлері бар, соны жуамын. Осылай екі келін бір шаңырақтың астына 4 жыл бірге тұрдық. 4 жыл бойы ол сол әдетін тастамады. Яғни дайын асқа тік қасық болуын доғармады. Менің ашынатыным, енем де бұрын менің істеген ісіме тұмсығын сұғып киліге беретін, атамда да үн жоқ. 5 жыл дегенде біз жолдасым екеуміз ақша жинап, көп қабатты үйлердің бірінен 2 бөлмелі пәтер сатып алдық. Содан бері 9 жыл өтіпті. Ата-енемнің үйіне анда-санда қонаққа барып тұрамыз. Өзгерген ештеңе жоқ. Сол баяғыдай атам тамақ істеп, қайным кір жуып, енем үй тазалап жүр. Бала-шағасы өсіп қалса да, келініміз тырс етпейді. Ененің сөзі өтімді болса, келін де бір жағына қарай шығар еді ғой. Сондықтан мен келіннің бетімен кетуіне енемнің өзі кінәлі деп ойлаймын.